Ал міне менің 14-ім осындай соска болып тұр. Енді базар жоқ осындай бір түске бояп қойдым. Енді достар, қалай ұнайма сендерге 14 четырнашқы? Жалпы негіз енді осындай көйлек, енді жаңасын алу керек еді. Бұйырса аламыз, пока что осыған да шүкір. Енді осымен ары-бері таксовать етіп Яндексте ұрып жүрміз. Енді мәссаған мына жерде не болған? Айтпақшына талдың көлеңкесі екен ғой. Мен деген краскасы көшіп түсті ма деп жаным қалмаса, ё-моё достар, талдың көлеңкесі екен ғой түсіп тұрған. Давайте олай болса мен деген магазинге кіріп горилла алып шығайын мына жерден. Так, гориллалар қай жерде? Продам сіздерді. Так, біреуін алайын енді осы жерден. Все, енді қанша теңге? Бол, братан, бір горилла алдым ғой. Если что, жазып қоя саласыз, осы жерде таксовать етіп жүремін. Не қылса төлеп кете саламын ғой, дияма дейсің да. Все, кетесің сонымен. Все, енді кейін бір айлық түскенде ма бір не істеп кетеміз енді достар. Менің білуімше бүгін деген барлық жерде праздник болып тұр. Содан кейін адамдар көшеде жоқ достар. Бәрі үйінде демалып жатыр. Енді мен деген жүрмін қалада аралап, ары бері яқта қызылдан өтіп кете берсем, жасылжанды жүрсе, иә. Менің деген 14-імнің что-то арт жағынан, гүріштіл жағынан бір жағымсыз дыбыс шығып қалыпты. Соны тексертуге келе жатқам ғой. Негізінде есті жаққа қарай бар емес па? Енді осы жерде бір мастерлер, жақсы мастерлер бар деп естіп едім. Қазір осы жерге гаражға көлігіміз осылайынан қойып кете саламыз ба? Мына гараж что-то жабық тұрған сияқты ғой, достар. Мына гараж. Так, бұл гаражда жабық па деймін? Ё-моё, бүгін бәрі демалып жатқан сияқты ма? Сондай бір нәрсе болып тұр. Бірақ мына гараж ашық екен. Давайте онда осы гаражға кіргізіп кете салайық өзіміздің көлігімізді. Все, енді четырнашкам тұра берсін. Мына баланы қара, думалап кетіп бара жатыр ана жаққа қарай. Так, олай болса, давайте көлігімізді тастай салайық. Енді осы жерге өзіміз шамалы қаланы аралап жүретін сияқтымыз. Енді басқа не істеймін білмеймін. Енді көлікті жөндеп қою керек. Мына мастермен жақсы таныспын өзім, солай енді көлігімді жөндеп қоятын болады достар. Так, давайте олай болса мен деген енді шамалы бір шомылып қайтсам ба деген ой болып тұр. Негізі бар ғой, менде бір жесткий бір сондай желание болып тұр шомылуға. Не дегенмен күн жанып тұр. Қазір сағат қанша болды екен? Сағат бізде 2-ден 14 кетіп қалыпты ғой. Ё-моё, 2-ден 10 кетіп қалыпты достар. Мына жерде вертолет не істеп тұр? Түсінсем үйірмасын. Так, мына деген парашютпен секіруге болады дей ма? Базар жоқ, парашютпен бірақ секіргім келіп тұрған жоқ меніңше. Мәссаған мына жерде деген бір су бар екен. Давайте онда осы жерге бір шомылып бір шамалы не істеп қояйық. Таза шығар енді су, бұл деген бұлақтан келетін су сияқты, таудан келетін су сияқты. Давайте олай болса бір шомылып мына жерге бір сергі болайық, достар. Давайте олай болса қазір мынаяқтан бір бүйтіп көрейік мына жақтарды суың қандай екен. Так, опа, достар, мына тап-таза су ғой. Мәссаған мұздай екен, аяғым қақсатып жіберді. Давайте онда мына тастың үстіне шығып алып бір сальто ма бір нәрсе тастай жібермедік қой, баспен сүңгіп ба ана жаққа деген бас тиіп қалатын сияқты ғой. Так, ана жаққа барып шомылайын мүмкін. Мәссаған мынау деген не істеп отыр мына жерде біздің бауырымыз? Давайте барып сұрастырайық. Демалыс күні мынау деген не істеп отыр екен? Бауырым, не істеп жүрсің сен? Жалпы түсінсем үйірмасына мынаяқта отырысың да сенің. Ё-моё, мәссаған сен көлігің деген батып кеткен ба? Ё-моё, анау қандай көлік достар? Land Cruiser ма бір нәрсе сияқты ғой. Кәдімгі өзінен сұрайықшы. Бауырым, мен деген короче жаман жол апатына түстім. Мен деген больницаға жеткізіп тасташы, саған көп рахмет айтам. Айтпесе болмаса сен деген скорыйларды шақыршы, мен телефоным бәрі короче бочит болып кетті. Все болды, братан, қазір шақырам мен деген скорый ма? Сізге скорый керек қой. Все, қазір шақырам онда скорыйды. Мына скорый деген алмайды бар ғой. Қазір ғана бүгін деген демалыс күні сияқты ғой. Соған қарағанда алмай жатқан сияқты. Онда мен сен деген короче бауырым жүріп мен сен өзім көлігіме отырғызып алайын да, содан кейін сен больницаға апарып тастайын. Содан кейін мына көлігімді эвакуатормен келіп алдып, содан кейін өзіңе апарып берем, солай істеп берем, бола ма? Бауырым, көп рахмет. Мен деген больницаға апар, жота мен аяқ қолым сынып жүре алмай тұрмын. Ана тұрғанша Land Cruiser 200-ға короче соны өзің ала бер, жөндетіп аласың да айдай бересің. Короче, саған сол подарка ше. Қоя бер, керек емес бауыр, менде деген машина бар, өзімнің 14-ім бар, сонымен жүре берем ғой. Бірақ деген мынаны шығарып алу керек эвакуатормен ше. Мына жердің бәрі батпақ балшық екен. Енді мен шомылам деп қойым, сөйтсем жаман су сияқты ғой мынау. Давайте олай болса мен сені деген бірінші больницаға апарып тастайын, жүр кеттік артынан. Давай онда мен сені қазір осы жерге көлігімді алып келейін, содан кейін сені отырғызып алып кетем, күте тұр, яма. Мен қазір ана жерге барамын да қайта оралам осы жерге деп. Ал кеттік достар. Енді мынаяқта біреу деген короче
осындай жол апатына түсіп қалған екен. Қазір біз оны көтеріп алатын боламыз достар. Көтеріп алып деп Free Fire'дағыдай қазір құтқарып алатын боламыз достар. Смело лайк, подписка басамыз достар. Давайте тіркелеміз. Бұл менің екінші арнам, бірінші арнамда тіркеліп кетеміз достар. Қазір мына жақта шығатын болады. Соны басып видеоға подписаться етіп кетеміз достар. Олай болса кеттік ал. Ё-моё, жүгіріп келем деп шаршап кеттім ғой мына жерге деген. Мәссаған, мына жерде тірі жан бар ма өзі? Адам жоқ сияқты ғой. Давай онда мен көлігім тұрған болса, көлігімді алып кетейін, мәссаған жөндеп қойдым екен, жөндемеген екен әлі достар. Тура солай тұр екен. Енді деген ана адамды тез құтқарып алуым керекпін мен достар. Ал кеттік ал, задний айдаймыз да, енді осылайдан артқа қарап қойып, все кеттік ал. Анау бауырымды құтқарып алуым керек екен. Не деген мен оны құтқарып алып өмірін сақтап қалсақ бізге деген жақсы болады достар. Сондықтан так что достар, жақсылық жасап жүреміз достар. Мәссаған көлігім соғып алмауым керек енді мен деген. Так, мына жерден енді өтіп кететін шығар көлігім деген. Давайте болай болса былай шамал бүйтіп өтіп кетеміз. Все нормально. Так енді мына тұр ма әлі? Все тұр екен ғой. Абайла бауырым, давай отыр кеттік, көлікке жүр кеттік. Ал рахмет бауырым, көп ниетіңе. Ал отыра бер бауырым, давай смело отыра берсей, короче, қазақ екесің тем более. Мына Америкада не істеп жүрсің жалпы сен? Мен деген сол двигаться айтып, мен деген өзім дерзкий бизнесменмін. Если что, хабарласам ғой саған, давай ма номерін жазып тастап кетсей маған. Все болды, номерімді тастап кетем. Енді араласып тұрайық. Және мен деген осы жақта бір-екі таныстарым бар, Қазақстанда тұратын. Енді солармен араласам, сонымен танысып, соларды таныстырып, короче, жүрем ғой. Короче, айтқан кезде все, олай болса қазір мен сені больницаға апарып тастайын. Осы жерде деген больница бар, сол жерге апарып тастайын. Содан кейін сенің крузагыңды бір нәрсе қылып алып кететін балам, яма? Бауырым, оны сен алып кете бер, мен деген жөндеп бере салам саған. Главный сен мені құтқарып не істеп жатсың ғой, солған рахмет, короче, бар емес паша. Болды, оқасы жоқ қой бауырым, олай болса қазір мен сені тез больницаға апарып тастайын қалаға. Так, келіп қалдық енді больницаға қарай, осы жерге қарай қойып сені больницаға қарай кіргізіп тастайын. Все, мына жерде деген кіретін жер бар. Травматология деген сияқты анау жерлер ғой. Короче, бауырым, давайте осы жерге кіріп енді емделе бересің ғой. Көп рахмет бауырым саған. Мәссаған, мен қазір деген ауырыптым ше. Рахмет саған көп. Енді смело барып көлікті алып кете берсең болады. Кілтін ала сал. Все, болды, кілтін алдым енді. Рахмет бауырым, олай болса мен деген барып алып кетейін, көлікті жөндетейін, содан кейін көреміз ғой, если что, давай хабарласамыз ғой. Давай жазылып кет енді, если что, ішке кіріп емделіп аласың ғой енді өзің. Давай олай болса кеттік ал достар. Мәссаған достар, мен деген крузак беріп тұрман маған, керек емес десем де, қоймайды деме. Олай болса кеттік енді, крузакты барып алып кетейік. Енді мен деген қазір эвакуатор жалдап алам ба, или өзім айдап па, сол эвакуаторды ала салам керек ау деймін, достар. Эвакуатормен айдайын да, сразу көлікті алып кетем, содан кейін жөндетем. Четырнашканы жөндетіп кеткен жерге жөндетем да, содан кейін достар, сол көлікті өзіме алып алмайын ба, достар, сөйтейін оданша. Так, мен деген қайқа кетіп қалдым деген, қаланды да білмеймін әйтеуір. Так, мына жерде біздің эвакуаторымызда тұр екен. Қазір осыны алып кетейін, содан кейін достар, сразу крузакты шығарып алатын боламын да, соған тюнинг жасап, енді өзіме алып алмайын ба сол крузакты, ё-моё. Так, біреу тегінен крузак беремін саған, қай ата болмаң сенің тегінен крузак алып еді достар. Так, олай болса кеттік ал, эвакуаторды айдайық та, содан кейін крузакты алып қайтайық. Тем более адамдар аз достар, смело алып алуға болады. Басқа адамдар алып кетеді деп қорықпайсың да, болмаса Америкада деген алып кететін адамдар көп. Машинаның келем дегенше, опа, мәссаған. Дерзко құладым енді нәқара. Так, енді мен деген осыны шығарып алайын. Қазір деген достар, сендер лайк басып, подписка басып қойыңдар. Мына эвакуатор енді батып қалмайтын шығар деп ойлаймын. Бұл эвакуаторды шығару үшін эвакуатор шақырып тағы да. Все, так, мынаны түсірейік енді достар, шамал астыға қарай. Так, достар, түсіреміз мынаны. Содан кейін астына қарай жүреміз да. Опа деп іліп аламыз. Все, енді эвакуатормен крузакты шығарайық достар. Мәссаған, эвакуаторым тіреліп қалды ма? Ё-моё достар, эвакуаторым жүрмей қалды. Мәссаған. Ё-моё достар, мына қараңдар. Айбай, так. Мәссаған, эвакуатор жүрмей қалған несі, ё-моё, батпаққа шынымен де батып қалған сияқты ғой. Так, крузакқа отыра алам ба? Отыра алмаймын крузакқа деген. Ё-моё достар, енді не істедік, давай қатты айдап көрейікші, мүмкін шығып кететін шығармыз мына жерден. Ал достар, кеттік ал, мәссаған, все, шықтық қой, әрең дегенде, ё-моё.
жаман кәдімгідей батпақ екен ана жердің бәрі, иә. Так түсіп көрейік енді мынау крузагымызды. Мәссаған, мынау деген аппақ крузак қой, ё-моё, почти новый сияқты, еш жеріне еш нәрсе болмаған сияқты, просто барып суға батып кеткен сияқты достар. Қараңдаршы, мәссаған, енді суда көп уақыт тұрған жоқ, мына замогы да ашылмай тұр, замокта, центр замокта істен шыққан сияқты достар. Не болса да бұны енді жөндейтін жерге апаруымыз керек. Ал достар, олай болса кеттік, бұл көлікті жөндейік сразу. Біз деген тюнинг жасайық бұл автокөлікке, содан кейін барып бұны айдап өзіміз жүретін боламыз. Мәссаған достар, мынау эвакуатор что-то тартпайтын нашар эвакуатор сияқты достар, иә. Бычыт эвакуатор сияқты, айтпаса мына жаққа шығып кету керек қой, бұл деген оп-оңай шығып кету керек қой, иә. Все, давай, бауырым, давай, бауырым, давай. Крузакқа еш нәрсе болмау керек, эвакуатор еш нәрсе емес енді. Так, кеттік, олай болса, мына жаққа не болған, сызылған ба, что-то лай ма, бір нәрсе бар достар. Енді мен деген мына жаққа көлігімді қойып қояйын да, содан кейін четырнашканы алып келіп, оны да қойып қояйын. Екеуін де қазір жөндететін боламыз достар. Мен деген мына жақтан бұрыламай жатырмын, өкінішке орай, бүйтіп бұрыламыз енді. Так, мына жаққа бүйтіп қоя салайық енді көлікті осылайынан. Все, болды. Енді тұра берсін осы жерде. Мәссаған достар, керемет е достар. Тегіннен біреу саған крузак беріп тұрса, базар жоқ. Мәссаған, мына жерде не болған, сызылған ба? О, қасқа бағана деген сызып алған сияқтымын ғой мен деген. Ё-моё, ничего значит етпес, главный барлық жері сау болса болды достар. Кәдімгі моторын ашып көрейік достар. Так, моторын капотын ашып көрейік. Опа, капоты деген нормально достар, пайди қатты еш нәрсе болмаған сияқты, су көріп деген сияқты ше. Так, артын ашып көрейік. Мүмкін артында тағы болма жатып, анау жатқан болмасын достар, иә. Все, арттары тап-таза, есіктерін ашып көрейік. Осылайынан кеп тұрып қояқ есіктерін деген сияқты достар. Так, артыңғы есігін ашып қояқ достар. Осылайынан все, әдемі артыңғы есіктер ашылып тұра берсін. Сиденьялар осылай тұра берсін кеуіп шамалы күнге. Так, мына есіктерді ашып қойсылайық енді бәрін ашқаннан кейін. Так, мына есікті ашып қойсылайық. Все, болды, тұра берсін енді. Мен деген енді қайтадан мына эвакуатор тастауым керек, содан кейін барып өзімнің немді 14-імді алып келуім керек достар. Ал, олай болсақ кеттік енді достар. Мен деген 14-шыны алып келейін, эвакуатор тастап келейін. Содан кейін барып крузакты жөндететін боламыз да, сосын айдап кететін боламыз достар. Так, мен деген енді қайқа қойып едім ол көлігімді. Опа, міне тұрға 14-шының өзі мына жерде тұр, жақын жерде енді достар. Так, олай болса мына жаққа қоя саламыз ба 14-шының қасына. Давайте осы жерге қойып қоя салайық достар. Қалай алық тура солай тұра берсін. Опа, все, түстік енді достар. Шаршадым бүгін бар ғой, кәдімгідей шаршадым бүгін. Біраз жұмыс істеп тастадым ғой, тегін бір крузак алып алдым. Мен ол крузакты жөндеп не істеу керек достар. Бұны қалай жөндедім мен, вообще ақша жоқ менде. Или 14-шыны сатып жіберіп, соның ақшасына жөндетсем екен. Қазір барып источникпен барып ақылдасатын боламыз енді. Мастер не дейді, соның айтқанымен жүреміз ғой достар. Қазір барып сұрап көрейік не дейді екен. Мүмкін қымбат ақша айтып жүрсе ол деген, мен деген қымбат ақшаны таба алмай қалсам, ё-моё, бытшыт болады ғой мына деген крузакты. Не істеймін, болмаса или крузакты сатып жіберем ба достар. Короче, бір нәрсе болады ғой енді достар. Мына жерін сырып алдым уже. Ё-моё достар. Ё-моё достар, не болса да көреміз енді. Мәссаған, бені не болды сонша жүгіріп, ё-моё, түсінсем менің асын кеш болды ғой деген. Ё-моё, сағат қанша болды? Мен деген азаннан сағат 2-ден бері тұрмын. Сағат 8 болды сені күтіп тұрғаныма. Бауырым, кешіресің енді, мен деген демалса демалдым. Чё там, не түрлі крузак алып келгенсің ба бүгін бізге деген? Крузак алып келдім, мұнан 14-шыны алып келдім. Короче, на крузак полный суға батып кеткен, соны жөндеу керек. Енді полный электричествосын ауыстыру керек, өзің ауыстырып бересің, сосын моторын ешнәрсе болмаған сияқты. Енді нормаль деп тұрмын, өзің көрсең болады. Осылайынан енді осыны полный жүретін қылып шығару керек қой, не болса да. Оған деген көп ақша кетеді, сен 14-шыңды сатуың керек оқысын, олсын болмаса сенде деген жөндете алмайсың. Мә қош, жөндете алмайым ба, менде деген 300 мың теңгедей болып тұр, 300 мың теңгеге болмай ма? Қайдағы 300 мың, 3 миллион кетеді бұған жөндету үшін, бауырым. Бұның запчастарының қымбат тұрады, артқы есігі деген сыныпты ғой, майысыпты ғой. Соны жөндеудің өзіне де бір әжептәуір ақша кетеді ғой, короче. Все, болды, олай болса. Мен деген 14-шыны сатып, саған ақшасын әкеп берем, сен жөндей бер, давай ма? Ал енді қош бол, 14-шың менің 3 миллионға кетіп баратсың. Нормальный негізі ақшасына стоит. Өзі 14-шқа полный прайд сағам, 16-лық прайдтан артына 5 элементтерден сағам, енді бәрлігін істегем.
Короче, қош бол, енді мына жердегі бір бауырыма сатып жіберіп жатырмын осындай детейлингте істейтін. Енді мен деген қазір осы 3 миллионды алып алдым, енді голдыма лақтыртып алдым. Енді сол голдтан енді мен деген короче айтқан кезде Бенниге апарып беруім керекпін достар, Бенниге апарып беруім керекпін. Содан кейін ол менің крузагым жөндетіп береді. Енді мен деген арада ровно 1 ай уақыт бар, 1 ай жұмыс істеуім керек. Содан кейін барып сол крузакты мініп жүретін боламын достар енді. Ал достар, мінекей мен деген келе жатырмын. Арайдан 1 ай өтті, сағат 6-дан 13 кетіп қалды. Мәссаған. Енді деген қазір мен өзім крузагымды көретін болам. Қандай болған маған да қызық болып тұр бар ғой. Так, давайте барып көрейік. Енді Бенни не істеп отыр екен? Арадан 1 ай өтті, ақшасын салып қойғам. Мәссаған, мына жерде бір крузак тұр. Менің крузагым қайда екен? Бенниден сұрайық. Бенни, ё-моё, қалайсың бауырым? Мен крузагым қайда екен? Көрмедің ба? Жөндедің ба? Не істедің вообще? Бауырым, сен крузагың көз алдында тұр ғой. Ё-моё, неге танымай тұрсың ба? Қой, шынымен ба? Мынау менің крузагым ба не? Ё-моё. Ебать, Бенни, сен деген айырып жіберіпсің ғой ченекті. Полный тонировка көріп сапсың. Титановый титанкалар салыпсың енді. Мәссаған, қап-қара қып пачоным жүретін болып кеткен. Міне сонда мен Бенни базар жоқ қалтадан шығарып, бауырым қолымды көтер деп машинадан түскен кезде, базар жоқ Бенни енді. Так, олай болса көрейік, ал оталдырып не болатқан, не болып атқан. Ал мінекей крузакқа да отырдық. Мәссаған, өте керемет болып тұр менің крузагым. Базар жоқ, жүрісін көрейік шыққан. Мәссаған, жүріп тұр деймін. Мынау деген сап-сары леттер салып қойыпты енді. Базар жоқ. Қазір енді айдап көретін боламыз бұл көлікті тексеріп. Мәссаған, мына жерден тауып алдым ғой мен деген. Достар, мына баллондары дерске айналады ғой, қарасаңдаршы. Базар жоқ па? Так, қатты жүрейікші. Қатты жүрсек бұл деген өте керемет айналады екен достар. Мәссаған, базар жоқ, енді мен деген дерске жүретін болдым достар. Пачорным крузакпен жүретін болдым достар. Давайте видео ұнаған болса лайк, подписка басамыз. Осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар достар.